1977 жылы 27 маусымда 3000 адаммен Теңге поселкелік кеңесі болып құрылды. Алғашқы төрағалық қызметті Жұбантұрқ Құлжанұлы атқарды. Қойнауы қазыналы мекеннің құрылғанына биыл 55 жыл толып отыр. Аталған мерейтойға орай құрамында әр сала спикерлері бар ұйымдастыру алқасы құрылды. Түрлі мерекелік іс-шаралардың жоспарын жасақтап, іске кірісіп кетті. Алғаш поселкінің іргетасы 1964 жылы қаланды. Сол жылы өзен станциясында 2 қабатты 144 пәтерлі 9 үй, 60 балаға арналған балабақша, буғазаны, вокзал станциясының ғимараты, клуб, дәрігерлік пункт пен теміржол, автоматты телефонды станциясы, шағын әкімшілік ғимараты салынды. 1965-67 жылдар аралығында теміржолға жақын орналасқан нөмірі 5 орта мектеп пайдалануға берілді. Ауылға алғаш қоныстанушылардың бірі ардагер теміржолшы Түгел Жайылханов ақсақал жарты ғасыр ішінде ауылдың экономикасы қарқынды өскенін айтып, даму кезеңдерін көз алдына келтірді. Темір жолмен келіп бастады, осы жүктің барлығы. Осы қазіргі құрылыстың бәрі басталғанда ең бірінші темір осы Теңге арқылы бірінші Теңгеге келіп, қаладан 3 километр, 4 километр қашықтықта ғой. Сонда мына Теңге ненің атына қойылған, поселкенің көшедегі Теңге месторождениесі болды, газ шыққан әулиенің қасында. Содан бері жұмыс жасаймын. Теңге болып, мен келген уақытта әкімшілік ашылды Теңгеден. Содан орын беріп бастады, үй салып бастады. Ең бірінші мына жақтардан бастады. Сосын әуелде елдердің қоралары болды. Содан соң міне енді Теңгеміз қазір адам қарасаң өзгеріп кетті. Көп заттар құрылды, міне үйлер салынды, міне балабақшалар салынды, балабақшамыз да жеткілікті. Сосын мына пункттеріміз бар, бір емес 2 пунктіміз бар, мектептеріміз бар, 3 мектебіміз бар. Барлығы да қазір жақсы. Теңгеде туып өскен ауылдың жанашыр азаматтары ауыл мерейтойына арнап түрлі шараларды іске асырмақ. Қызу дайындықты қазірден бастап кеткен. Ұйымдастыру алқасы құрылып, әр саланың өкілдері, кәсіпорын мекеме басшылары ауызбірлікпен атсалысуда. Жоспарларды жүзеге асыру үшін арнайы қор ашылып, қаражат жинақталып жатыр. Алдымызда үлкен жоспарға сәйкес шаралар бар. Енді атап айтқанда осы Теңге ауылы енді ол тойды күнде өткізе беруге болады ғой. Жаңа артымызда осы бір кішкентай із қалсын деп бір естелікке бір шаралар жасағымыз келіп жатыр. Жанашыр азаматтар енді ол жаңағы патриоттық сезімменен келіп өздері естігеннен басқа қалада тұрып жатқан азаматтарымыз бар. Ақтау, Атырау, Алматы, олардың өздері телефон шалып, сол жаңа қаражаттарменен көмек береміз, соны қолдап, сол шараларға қатысамыз деген өздерінің жаңағы жоспарларын біздерге сондай жолдап жатыр.